Атырау облысы аумағындағы Жайық-Каспий бассейнінде бүгін ауқымды балық қорғау операциясы басталды. Бағалы балық қорының уылдырық шашу маусымы, яғни сәуір-мамыр айлары аралығында теңізге құятын өзендердің сағасы ерекше бақылауға алынады. Биыл өңірдегі барлық деңгейдегі құқық қорғау органдары балық қорғау шараларына бірге атсалыспақ. Биыл құзырлы органдар өткен жылдардағы қателіктерін түзеп, бекіре тұқымдас балықтарды қорғау ісіне жұмыла кірісеміз деп отыр. Бұған дейін әр мекеме өз бетімен әрекет ететін еді. Енді Жайық-Каспий табиғи су айдынындағы барлық іс-әрекет бір орталықтан басқарылмақ. Вахтовым методом будет работать. Биылғы басты ерекшелік балық қорғау шарасына орталық атқарушы биліктен баса мән беріліп отыр. Сонымен қатар операцияны тиянақты жүргізу үшін еліміздің өзге су бассейндерінен ең тәжірибелі инспекторларды шақырып отырмыз. Оған қоса ішкі әскер қызметі бар. Вахталық әдіс бойынша жұмыс істейміз. Каспий теңізіндегі бекіре балықтарын аулауға мүлде тыйым салынғанына 4 жыл. Бірақ осыған қарамастан браконьерлер уылдырық шашатын кезең тұрмақ. Жыл 12 ай су бетінде сайран салатын. Әсіресе теңіз тамағында орналасқан Жамбай, Забурын секілді ауылдардағы заңсыз балықшыларға мүлде сот жоқ. Бұрынғы кемшіліктердің барлығын сарапқа салған құзырлы органдар осы жылы қапы қалмаймыз деп отыр. У нас біздің шекара қызметі құрамындағы әскери су көліктері мен тікұшақтар көмекке келеді. Техникалық қуатты жүрдек қайықтар мен шағын кемелер шақыру түскен нүктеге кез келген уақытта жетіп үлгереді. Сондықтан тәжірибелі сарбаздардың су қарақшыларын ауыздықтауға күш қуаты толық жетеді деген сенімдемін. Бұған қоса балық қорғаусымен айналысатын мекемелер мен құзырлы органдардың арнайы техникалары су айдынындағы қырағылықты күшейтеді деген үміт бар. Сонымен қатар жергілікті билікте заңсыз балық аулауды кәсіп етіп алған жергілікті тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Осынша күш жұмылдырылған операцияның нәтижесі алдағы 2 айда белгілі болмақ. Атырау облысынан Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазы, Амантай Мәтенов.